Ассалаумағалейкум, байланыста Муслим Муса. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз SEO продвижение туралы болады. SEO продвижение дегеніміз не? SEO дегеніміз, қарапайым тілмен айта кетсем, бұл бизнесмендердің проблемасын шешу үшін және де бизнесмендердің клиент санын көбейту үшін қолданылатын құрал. SEO продвижениені қолдану үшін сізге міндетті түрде сайт қажет. Сіздерге былай түсіндіріп кетейін, енді барынша қарапайым тілмен сізге енді жету үшін да. Қараңыз, адамдар өзіне керек нәрсені, яғни өзіне срочно керек нәрсені интернеттен, Гуглдан іздейді. Инстаграмға кіріп отырмайды, маған реклама қашан шығады деп. Интернетке кіреді, Гуглға кіреді, сол жақтан іздейді. Үйіне бір нәрсе сатып алу керек болсын, немесе үйінде қандай да бір жөндеу жұмыстарын жасау керек бола ма, стол сатып алу керек, немесе жаңағыдай химчистка, өзінің үйіндегі мебелін тазалату керек. Сондай кез келген нәрсе болсын, адамдар Гуглдан іздейді. Ал сол кезде біз SEO продвижение арқылы сол клиенттерді ұстап алсақ болады. Примерно енді түсінікті болды деген ойдан. Видеоның аяғына дейін көрдіңіздер, сол кезде уже кішкене көбірек түсінікті болады деген ойдамын. Қазір сіздерге SEO-ның анықтамасын қарапайым тілмен айта кетейін. SEO продвижение дегеніміз сайтты Google және Яндекс поисковиктерінде жоғары орынға көтеруге арналған жұмыстар жинағы. Кішкене түсініксіз болуы мүмкін, қазір сіздерге мысал көрсетемін. Сол кезде барлығы түсінікті болады. Мысалы, Google жарнама. Мен бұл туралы өткен сабақтарда айтып кеткенмін. Мысалы, бір адамға үйіне срочно натяжный потолок орнату керек, немесе орындық сатып алғысы келеді. Ол адам Google-ға жазады. Сосын Google-да сайттар шығып тұрады. Шетінде реклама деген жазумен. Бұл бізде контекстік жарнама болып табылады. Дәл бұндай қылып жасау үшін біз Google-ға ақша төлейміз. Ал SEO продвижениеде мүлдем ақша төлемейміз. Ал ол не нәрсе? Қазір енді сіздерге SEO продвижениені көрсететін боламын. Біз айттық, егер шетінде реклама деген жазу болса, бұл бізде контекстік жарнама. Дәл бұндай қылып жасау үшін біз Google-ға ақша береміз. Күнделікті дневной бюджет Google-ға ақша төлейміз. Сол кезде сайтымыз осындай Google-дың бірінші, екінші, үшінші орында шығып тұрады. Ал енді SEO продвижение дегенше, SEO-да шетінен андай реклама деген жазу болмайды. Төменірек түсеміз. Мына жерде бізде уже сайттар шығып бастады, байқадыңыз ба? Мінекей аңғарыңыздар, мынандай карта шықты. Мына жерде төменде сайттар шығып тұр, мінекей рекровли, ремонт кровли деп. Осы бізде SEO продвижение болып табылады. Яғни шетінде реклама деген жоқ. Google-ға осылай жазады ғой, мысалы ремонт кровли в Алматы, маған үйіме крыша орнату керек. Сол кезде егер сайттар шығып тұрса, осындай шетінде реклама деген жазу жоқ. Бұл бізде SEO продвижение арқылы көтерілген сайттар. Сіз де өзіңіздің бизнесіңізді дәл осылай жасасаңыз болады. Яғни өзіңіздің бизнесіңізге сайт ашасыз, мысалы товарный бизнес па, интернет-магазин немесе басқа сайт ашасыз, услуга бизнеспен айналысасыз ба, соған сәйкес сайт жасайсыз. Сосын Google-да SEO продвижение жұмыстарын жасап, өзіңіздің сайтыңызды Google-дың бірінші бетіне шығарып қойсаңыз болады. Дәл осылай шығу үшін Google-ға көп тиын ақша төлемейді. Тегін шығуға болады, 0 теңгемен шығуға болады. Себебі бұл бізде контекстік жарнама емес, таргет жарнама емес. Бұл бізде SEO продвижение. Яғни бір адамға үйіне кровля орнату керек, крыша, ремонт жасату керек. Ол адам Google-ға жазды, осы сайттарды көріп қалды. Сосын осы сайттарға кіріп тапсырыс береді. Ал мынау шетінде реклама деп жазылып тұрғандар, егер Google-ға бір күн ақша төлемей қойсаң, все, бітті, бұлар өшіп қалады. Сосын SEO продвижение дегеніміз мынау мінекей. Осылай картада көрініп тұрады, сайты, маршрут, осындай данныйлар жазылып тұрады. Осы бізде SEO продвижение болып табылады. SEO продвижение инструменті арқылы сіз өзіңіздің товарный бизнесіңізді дамыта аласыз, және де услуга бизнесіңізді де дамыта аласыз. Себебі білесіздер, SEO продвижениеде мүлдем Google-ға ақша төлемейсің, 0 теңгемен клиент табуға болады. Достар, айта кететінім, контекстік жарнама мен SEO продвижениенің айырмашылығын сіздерге айта кетейін. Контекстік жарнамада, ол жерде горячий клиенттер, бірақ горячий клиенттерді табу үшін, өзіміздің сайтымызды жарнамалау үшін біз Google-ға ақша береміз. Google AdWords арқылы контекстік жарнаманы жасаймыз. Ал SEO продвижениеде біз Google-ға ақша бермейміз. Бұл жерде де горячий клиенттер, бұл жерде біз Google-дың бірінші бетіне шығамыз. Сәйкесінше, адамдар өзіне керек нәрсені Google-дан іздеп жатқан кезде, біздің сайтымызды көріп, біздің сайтымызға кіріп, бізге тапсырыс береді деген сияқты. SEO продвижениені жасау үшін бізге сайт қажет болады. Достар, айта кететінім,
контексттік жарнама және де SEO продвижение немесе басқа да таргет, Instagram дамыту, чат-бот, автоворонка осыған ұқсас маркетингалық жұмыстарды маған жасатсаңыз болады. Сізге айтатыным, егер сіз өзіңіздің бизнесіңіздің шебері болсаңыз, мысалы мебельшіксіз, иә, өзіңіздің жұмысыңызды жақсы білесіз, товарный бизнеспен айналысасыз, өзіңіздің жұмысыңызды жақсы білесіз, онда мен сіздің жеке маркетологыңыз болуға дайынмын. Менімен тікелей жұмыс жасауыңызға болады. Яғни мен сіздің полный бизнесіңізді интернет арқылы дамытып отырамын. Менімен жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жекеге жазсаңыз болады. Инстаграм парақшам muslimusa.kz. Достар, тағы бір маңызды нәрсе айта кетейін. Менде әр апта сайын бизнесмендермен онлайн кездесу болады. Онлайн кездесуде примерно 15-20 бизнесмен отырады, және де мен отырамын, сөйтіп сол жерде онлайн сұхбат болады. Мен ол жерде контексттік жарнама, SEO продвижение, сайт жасау, Инстаграмды дамыту, таргет реклама жасау, осы маркетингілік инструменттер туралы айтатын боламын. Ол жерде там мебельщиктер отырады, штор бизнесімен айналысатын, сантехника бизнесі, ремонт квартир бизнесі, әртүрлі бизнесмендер отырады. Сол жерде сол бизнесмендердің бизнестарын интернет арқылы дамыту үшін нақты не істеу қажеттігін айтып, сол жерде онлайн сұхбат, онлайн бизнестерге разбор жасап отыратын боламын. Сол онлайн кездесуге мен сізді де шақырамын. Онлайн кездесуге қатысу үшін, яғни сол әр апта сайын бір рет болады дедім ғой, сол онлайн кездесуге қатысу үшін маған Инстаграмға жазсаңыз болады. Просто онлайн кездесу деп жаза салыңыз, мен өзім оны түсінемін. Инстаграм парақшам muslimusa.kz. Достар, сіздерге тағы да бір кеңес айта кетейін. Менің тегін сабағым бар. Күніне таргеттен 50+ заявка алып отыру үшін не істеу қажет деген абсолютно тегін сабақ. Бұл тегін сабағымды көру үшін қазір сіздерге сол жақ шетке подсказка шығады, заставка түрінде, соның үстінен басып, менің тегін сабағымды көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Муслим Муса. Келесі видеода көріскенше.